Баршаңызға ассалаумалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өзімнің ең сүйікті рецепттерінің бірі алма қосылған кекспен бөліскім келіп отыр. Халық арасында бұл алма қосылған кекс шарлотка деп танылып жатады. Оны әзірлеу үшін бізге 100 грамм ұн, 100 грамм қант, 2 дана жұмыртқа, 5 грамм қопсытқыш және де 1 алма қажет. Әуелі ең алдымен алмамыздың сыртын жақсылап аршып аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша алманың жанына корица қоссаңыздар да болады. Алманы жақсылап көбіктеп ұсақтап тураймыз. Кей балаларға ішінде алма жүрген ұнамайды. Сол себепті бұны үккіштен үгіп алуға да болады. Кейін 2 жұмыртқамыз бен 100 грамм қантымызды жақсылап миксермен 2 минут араластырамыз. Бұл әрине миксерға байланысты уақыты. Кей миксерларда 3-4 минутқа дейін бару мүмкін. Әппақ пена болып көтерілгенге дейін араластырамыз. Одан кейін 100 грамм ұнымызды 3 бөлікке бөліп, скоростын азайтып, тағы да араластырып шығамыз. Арасында 5 грамм қопсытқышымызды салып кетеміз. Және де ванилин салуға болады, не болмаса корица салуға болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Бұл рецептпен тек қана кекс қылып емес, және де торт түрінде де құйып жасауға болады. Миксермен араластырып болғаннан кейін алма қосып, қасықпен жақсылап бір келкетіп араластырамыз. Кексқа арналған формочкаларымызды дізіп шығамыз. Бізде бұл бір порциядан 12 кекс шығады. Силикон формаларға бір келкі етіп бөліп шығамыз. Болғаннан кейін 200 градус қызыған духовкада 20 минутқа қоямыз. Кексіміз пісқаннан кейін духовкадан алып шығып, тағы да 10 минутқа суытамыз. Кейіннен бетіне сахарный пудра сеуеміз. Осы кекстің рецебін капкейкке де пайдаланса болады. Бетіне крем жауып, безендіріп, балаларды таңғалдыра аласыздар. Капкейктерді креммен безендіруді келесі рецепттерімде міндетті түрде сіздермен бөлісемін. Егер де бүгінгі менің видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде подписка жасап, лайк басып, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айжан, назарларыңызға рахмет.